Қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін печенье жасап көрсетпекшімін. Бұл біздің бала кезімізде осылай анамыз бізге жасап беретін. Сондай дәмді қант қосылған үгілмелі печенье. Ең алдымен үй температурасында тұрған сармайымызды ыдысымызға саламыз. Оның үстіне қантымызды қосамыз. Мен енді қантты бір кесе қантты толық қосқан жоқпын, себебі осы салған қант маған тәттілігі жарайды. Егер де өте тәттіні қатты жақсы көретін болсаңыз, осылай бір кішкентай кесе қантты толық салуыңызға болады. Енді осы қантымыз бен майымызды осылай біріне бірін қосып, әдемілеп қолымызбен ерітіп, жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей, қантымыз бен майымыз еріп болды. Оған бір қасық қопсытқыш саламыз. Оның үстіне осылай 2-3 жұмыртқамызды осылай жарамыз. Және тағы да барлығын қолымызбен осылай араластырамыз. Енді електен өткен ұнымызды қосамыз. Онды мөлшермен қоса бересіздер. Бірінші азаздан қосасыздар. Осылай бір келкетіп араластыра береміз қолымызбен. Ұн барлығы май мен жұмыртқа қантқа араласқаннан кейін қазір бір келкі жұмсақ, өте жұмсақ емес, енді бір келкі масса пайда болады. Бұл печенье міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей, жаңа бір келкі массаға айналды. Балаларыңыз сүйіп жейді. Дүкеннен сатып алудың қажеті жоқ. Қонақ келгенде қонақтың алдына қоюларыңызға да болады. Осы печенье жасап көріңіздер міндетті түрде. Міне. Печеньеміздің наны дайын болды. Өте жұмсақ та емес, қатып қалған қатты да емес. Осындай қамырымды дайындап алдым. Мінекей. Қамырым дайын. Енді мясорубкамды құрып алдым. Ол арнайы өзі осындай қалып болады мясорубкаға тағатын. Жүзін алып тастайсыз да. Енді осы жерде противенге пергамент қағазын қоюға болатын еді. Менде үйде таусылып қапты, сондықтан тапамды майлап, противенді майлап жасап жатырмын. Құрамында май бар, бұл жабыспайды. Негізі жаңа қағаз төсеп пайдалануға сіздерге кеңес беремін. Міне осылай жаңағы массамызды ет тартқышымызға салып, 5-6 сантиметр көлемінде кесіп алып, бір келке етіп, осылай печеньемізді қалыптан шығарып аламыз. Егер де сізде бұл қалып болмайтын болса, жаңа печеньенің ет тартқыштың дүзінен толық өткізіп алып, оларды томпитып, гүл құсатып жасауларыңызға да болады. Жалпы бұл жаңа печеньенің қамырын жасап алғаннан кейін күтудің еш қажеті жоқ. Әле жаңа мясорубкаңызды құрып қойсаңыз, сол мясорубкаңыздан өткізіп жасай беріңіз. Себебі жаңағы құрамындағы қанты ермей тұрып жасасаңыз, піскенде де түрі ерекше болады, және дәмі де басқаша болады. Міне осылай кезекпен кезек жасай береміз.
көп уақытты да алмайды, уақытыңыз да кетпейді. Енді осы печеньені жасап жатқан кезімізде духовкамызды қосып 180 градусқа дайындап қоямыз. Ол қыза беру керек. Мінекей печеньемізді қалыптан өтіп болып қалды. Жаңа мен жасаған құраммен жасайтын болсаңыз, ол 1 емес 2 жаңа противенге салуға болады. Мінекей соңғы печеньеміз шығып жатыр. Әлі қамырымыз қалды, оны келесі противенге жасаймыз. Мясорубкадан өткізіп, печеньемізді дайындап алдық. Енді осы печеньемізді 180 градусқа 25 минутқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей печеньеміз де пісті. Бұны суытып салқындағаннан кейін ұсынасыздар дастарханға. Сондай керемет, күтірлік, дәмді печенье пайда болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздердің балаларыңызға да, қонақтарыңызға да ұнайды деп ойлаймын. Ас болсын.